Қонаев қаласында көру мүмкіндігі шектеулі жандар үшін ерекше мүмкіндік жасалды. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы Зекет және қайырымдылық қорының қолдауымен 7 нүкте оқу орталығы ашылды. Бұл Брайль әдісін үйретіп, білімге жол ашатын жаңа орын. Мұнда зағип жандар қасиетті Құранды үйреніп қана қоймай, рухани білім алып, өзара қарым-қатынас жасап, қоғамға бейімделеді. Арнайы ұстаз шәкірттерге Брайль әліпбиін үйретсе, заманауи оқу құрылғылары мен оқу құралдары арқылы шәкірттер еркін білім алады. Бұл орталық көру мүмкіндігі шектеулі жандардың жүрегіне нұр, өмірлеріне үміт сыйлайтын игі бастама. Худаллин Муттақим. Бұл орталықтың басты мақсаты біріншіден Брайль әдісі арқылы шәкірттерге Құран кәрімді үйрету, әрі қоғамға бейімдеу. Қазіргі таңда бұл орталықтың офлайн түрде 6 шәкірт оқытылуда, онлайн түрде 10-нан аса шәкірт білім алуда. Ең жас шәкіртіміз 8 жаста Есік қаласынан арнайы келіп білім алуда. Ең үлкен шәкіртіміз 74 жастағы Айғаным деген апайымыз. Өзім бірінші Брайль әрібін мектеп-интернатта оқып үйренгем. Содан кейін біраз үзілістер болып, өзім осы жаққа тұрмысқа шығып келгеннен кейін біраз қол үзіп қалдым кішкене. Бірақ енді Алла Тағаладан дұға тіледім, солай қайтадан сол Құранды қайтадан оқысам деген сондай менде тілек болды да. Бір күні осы жақтағы Гүлмира ұстазымыз осы мешітке Брайльша Құран үйрететін ұстаз келеді дегенді естіп, өте сондай қуандым. Дұғамның қабыл болғанын енді мен үшін өте қуанышты сондай сезім болды. Содан кейін осы жерде Айнұр ұстазымыз келіп, 7 нүкте орталығын ашып, осы жақта зағип жандардың басын қосып, қайтадан Құран оқып, Аллаға шүкір, қазір біраз сүрелер жаттадым. Орталықта осы уақытқа дейін жалпы 3 нұсқада Құран кәрімдер бар. Оның бірі 15 томдық, 10 томдық және 6 томдық кітаптар. Көрдіңіздер, мына кішкейтеген кітаптың қандай үлкен, Брайльша әдісінде қандай үлкен нұсқа. Мынау Құрандардың бірі Брайльша 15 кітаптан тұрады, әрбір кітабында 2 томнан бар. Мынау соңғы келген Құран кәрім 10 кітаптан құралады, әрбір кітабында 3 парадан бар. Сахих Бухари Брайльша әдісі бойынша бар. Және осы орталықтан өзіміз дайындап шыққан Аллахтаған 99 көркемесі бар. Және Брайль әдісімен әліпбе кітаптары бар. Тағы да сонымен қоса, намаз оқып үйрене кітаптардың Брайльша нұсқасы басылып шықты. Қаламыздың орталық мешітінде Брайльша араб тілінде Құран үйретеді деген естіп, осы орталыққа жолдасым екеуміз келгенбіз. 2-3 ай ішінде әріптерді үйреніп, ережелерді үйреніп, содан кейін Құранға түскенбіз. Қазір кітапты емін-еркін оқимыз. Осы орталық мешітте Құран үйретіп атыр Брайльша деп естідім. Келіп, әріптерін үйреніп бастадық. 2-3 аптадан уже оқып бастадық. 3 аптадай үйрендік, әріптерін үйрендік. Қазір Құдайға шүкір уже Құранды оқып жүрмін. Сосын осы жақында естуіміз мынандай нелер келген екен, аппарат өте ыңғайлы екен. Мына Құран үйренгенге дыбыстап айтады. Осыны мен құптаймын, жақсы екен. Зағип жандарға үйренуге өте ыңғайлы. Бұл орталықта тек қана кітаппен ғана шектелу емес, сонымен қатар заманға сай жаңа құрылғы әдістерде шықты. Солардың бірі мынандай аппарат. Яғни осы уақытқа дейін бізде кейіннен әсіресе көрмей қалған кісілер, мысалы кітаптан оқитын кезде ол мынандай арнайы нүктелері, Брайльша нүктелер басылып қалатын болса, ал мына құрылғыдағы нүктелер пластикалық, яғни басылып кетпейді. Әрі сонымен қатар бұл құрылғының өзінің дауыстық белгісі де бар. Яғни шәкірт тек қана дәріске келген уақытта емес, соның тұсында кез келген уақытта аппаратты қосып, әріптерді, ережелерді қайталауға өте үлкен мүмкіндік туындайды. Құрылғының басынан бастап бірінші әлифтен басталады. Одан кейін я әрпіне дейін 28 әріп қамтиды. Ары қарай тәжвидтік ережелер бар. Мысалы, фатха, сукун, шадда, танвин, ан, ин, алиф мақсура, алиф мақсура,
және де бұмен қатар қосымша сүрелер де бар. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас муфти Наурызбай Қажы Тағанұлы Хазіреттің бағдарлық баяндамасының аясында зағип жандарды қолдау орталығын ашуды тапсырған болатын. Міне соның аясында Алматы облысы орталық Қапшағай мешітінен осы орталықты ашуды біздер мүмкіндік алдық, және де демеушілердің және де осы Зекет қайырымдылық қорының демеушілігіменен осы орталықты ашып, қазір толық жабдықтармен жабдықтап жұмыс жүргізілуде. Жалпы бұны ашудағы мақсатымыз осы зағип жандарға Құран үйрететін, сабақ беретін бірден бір маман Алматы облысының ұстазы болғандықтан осы жұмысты қолға алуға дұрыс көрдік. Қазіргі таңда бізде біраз кісілер осы жерде оқып жатыр, шәкірттер. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасының тапсырмасының аясында қазір осы қазақстандық баспаменен Құран, Брайль үлгідегі Құран шықты. Одан кейін осы Құмарбек Айнұр ұстазымыздың 99 Алланың көркем есім сипаттарын өзінің қолыменен жазып, сол кітапты біздер толығыменен Брайль кітабында шығарып, қазір шәкірттер осыменен білім алуда. Мынау Аллахтағын 99 есімін біз өзіміз қолмен басып шықтық. Әдейі арнайы пластикалық параққа. Кейіннен көз көрмеген кісілердің саусақ сезімдері сәл төменірек болады. Мысалы, оған дәлел ретінде біздің осы уақытқа дейінгі шәкірттеріміздің арасында бір апайымыз бар. 10 жылдың ішінде 4 Құран кәрім ауыстырды. Өйткені бірінші оқып жатқан Құран кәрімде саусақпен ол кісі әрбір әріпті сеземін деп басып қалады параққа. Сондықтан ол кісі 10 жылда 4 Құран кәрім ауыстырды. Соған себеп ретінде біз зағип кісілерге осы Аллахтағын 99 есімі кітабын үйренетін кезде арнайы пластикалық парақтарға бастық. Кейіннен көз көрмеген кісілер басқан кездері әріптер басылып қалмау үшін. Бұл жерде тек қана Құран үйретіп қана қоймай, рухани білім беріп, әртүрлі діни сабақтарды үйреніп жатырмыз. Фиқ сабағы, ақида сабағы деген сияқты жан-жақтылы үйреніп жатырмыз. Бұл орталық бізге берілген өте жақсы мүмкіндіктер деп ойлаймын. Тағы да дами берсін деп тілеймін. Осындай мүмкіндіктер көбейе берсін. Алдағы уақытта тағы да осындай жұмыстарды қолға алуға, діни әдебиеттерді, ислам ғылым қалдарын шығаруды жоспарлап отырудамыз. Алла бұйыртса, алдағы уақыттарда осы жұмыстар атқарылатын болады. Зекет және қайырымдылық қорының қолдауымен ашылып отырған бұл орталық зағип жандардың да діни білім алуына жол ашып отыр. Мұндай үйренген әрбір әріп жүректегі нұрға айналады.